анаға береміз. Қонақтар, құрметті, біз мектебімізде сондай бір жақсы кеш өтіп жатыр. Біздің кездесу кешіміз өте жоғары деңгейде өтеді деген ойдамын. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Ауыл ақсақалы Жалқасын атамызды ортаға шақырып батасын алайық. Оятқан сансыз алғыс жаратқанға, қалдырмас өмір атты жолда жалғыз. Барыңды бағалада тәубаңа түс, шарықты сыйғып беріп сана беріп, жасаған жоқтан барғы Қандай күшті ертеңді? Сіздің ол жаққа ертіп барып біргеніңізді істеп, болашағы алдында ата шешесіне қараған кезде мен қаталдым, бірақ ол бәрібір мен қатал болсам да маған қазақ айтады ғой, жаман бала болмайды, жаман ата-ана болады. Яғни шүкір Алла шағам менімен яғни ата-анасымен еркін сұрақтар қойып өзін жауапкершілік жарайсыз. Көңіліңізді жиі байқап, соған қарай әрекет ететінін байқайсыз. Иә. Қалай жеткізесің деген сұрақ келді араға. Маңызды екен, ежелді қалай жеткізесіз? Өмірді сүргеннен емес, көргеннен сұрады. Біз сіздерден көп сүрмесек те, осы бағытта жұмсап қарастырып. Оқу жатқанды көріп келеді, мүмкін емес. Өйткені бәрі телефонда. Әке боламын, осындай тақырыптар жастың сауындама алынды балаларға. Енді түсінікті ғой, бұл ананың қалақтай, сіздердің назарыңызға осындай сәулесін таратқанда, бақыт бар көрінбейді нәрәк таңда. Біз ұйықтап кеткен жоқпыз мәңгілікке, оятқан сансыз алғыс жаратқанға, қалдырмас өмір атты жолда жалғыз. Барыңды бағалада тәубаңа түс, шарықты сыйғып беріп сана беріп, жасаған жоқтан барғы балла қалғыз. Алғыс анаға, алғыс әкеге, алғыс жас пен кәріге, алғыс бауырға, алғыс ауылға, алғыс елдің бәріне. Көрінсе тіршілікте күндестерін, жөн болар жылы жұмсақ тілдескенің. Алғыс айт дұшпанды да досыңдай көр, оларсыз биігіңдей білмес дедің. Жақсы сөз жанымызды байтар тек, жаманның жала жауып айтар кек. Сағаттай сырғып жатқан дүниеде, алғысың алғыс болып қайтады тек.